Ассалаумағалейкум тикток сүйер қауым достар. Сіздермен бір бөлісіп өтейін деген ғой. Эфирімді немді тикток сүйер қауым достар. Ішінде білетіндеріңіз бар, я. Менің YouTube каналым бар екен, бір емес екі YouTube каналым бар. Ішінде енді арасында білетіндер бар ғой, енді бәрі деп айтпаймын. Өредан маған ақша түседі, дұрыс па? Ақша түседі. Ол ютубтан мен өзіме бір тиын құртпаймын. Неге? Өйткені өзім басқа жолмен де ақша табамын, басқа жолмен де ақша жетеді, Құдайға шүкір. YouTube каналдан түскендерімді мен жаңа өздеріңіз білетіндей аурушыл балдар көбейіп кетті, жетім жесірлер көбейіп кетті, пүлмен отбасылар көбейіп кетті. Оны білесіздер, бәріңіз, мен айтпай-ақ. Соларға мен жаңағы өзім атынан емес, мен аударып жіберемін оларға. Кімнен екен олар өздері де білмей қалады, оны білесіздер. Бұл айтып отқан себеп мәселені түсіндіріп айтайын. Енді бұл мәселе тиктокқа да қатысы бар. Тиктокта мен енді білесіздер, алдын мен ашын фотомен жүрдім, неғылып жүрдім. Оны көптеген адам біледі оны. Қазір енді өзімді ашып, неғылып отырмын. Мен ютубтан да, тиктоктан да табыс тапсам, табыс тауып, сол жерлерден ақша шығарып, жаңағы ютуб каналымнан шыққан ақшадан неден қосып, бәріне бірдей енді жетім жесірлерге басқаларға ақша бір өзім шамам жетпейді ғой, мен де әулие емеспін ғой. Соған шыққан үлесінен қосып, соларға аударып отырсам деп. Бұл енді бір шетінен сіздердің де көмегіңіз болып тиеді да. Сіздерге де Алла разы болсын, сіздерге де сауап болып тиеді. Неге? Өйткені сіздердің үлестеріңіз бар. Айтайын деген себебім, көбісі маған кіреді, тіркелмегендер тіркелмей кетіп қалады, не қылады. Тіркелсеңіздер, мен соны қайтарам ғой. Кебіп біреулер атады да, сөйтеді да, сен маған көмектеспедің, сен маған атпадың деп қырсығып кетіп қалады. Енді мен сіздерге түсіндіріп айтып өтейін. Не үшін мен оны неғылмай кетем, жаңағы атпай неғылам. Оны өйткені мен сондайларға жинап, сүйерден шығарып, просто сіздерге айтпаған едім, сүйерден шығарып, сол жаңағы неге үлестеріңізді қосып, сондайларға аударып отырамын мен. Түсінетін адамдар енді түсінеді. Егер де разы болып келіп, маған лайк баспай, разы болмай келіп, лайк баспай, атып алып қайтар дейтіндер болса, сіздерге рахмет алдын ала атпай-ақ қойыңыздар. Егер де жоқ, шын ниетпен көмектесеміз, шын ниетпен соларға қосқан үлесіміз болсын десеңіздер, жаңағы осы жерге мен не отқан кезде, тиктокта ойын ойнап отқан кезде көмегіміз болсын десеңіздер, шын жүрекпен ататындар атсын. Егер де жоқ, мен үйтпеймін, атпаймын, сен маған қайтармадың дейтіндер болса, тағы да рахмет, атпай қойыңыздар сізі. Шын ниетпен көмектесем деген адамдар болса, келіп маған ат салысып, көмектесіп, атып, әрі маған тіркеліп, комментариямда немді көбірек жазып, лайк көбірек басып, маған тіркеліп отқан жандарға мен сіздерге айтайын дегенім, келесіде жайлап неғылып, осы әр қаладан, әр суббота или воскресенье автобусты, мысалға бүгін бұл аптада бір қалаға жіберіп тұрсам, бір аптасына бір рет, келесінде мына жаққа кететін қалаға, келесінде былай кететін тегін қылып қояйын деп отырмын автобус, солармен сөйлесіп, неғылып, орнына неғылам деп. Жағдай, төмен отбасылар, нелер болсын, әрі суыта өскен адамдар демалады, сондай кезде тегін қыдырып, неғылып алсын сол адамдар деп ше. Соғанда атсалысып көмектессем деген ойым болып жүр менің, енді тура түсінгендерге. Сол үшін маған қолдап, лайк басып, неғылып жүрген адамдарға мың алғыс. Алланың разышылығы болсын сіздерге. Жаңағы айтып отқан себебім, просто көп адамға айтпаған ем, енді түсініп, неғылып, не үшін мен оларға қайтармай, не үшін оны шығарып, неғып атыр деп жаман ойлап қалмасындар. Мен оны өзіме жеп атқан жоқпын, шынымды айтсам, мен былай да өзім табыс табамын, Құдайға шүкір. Сол үшін атсалысып көмектесем, үлесіміз болсын дегендерге
алдын ала 1000 алғыс, Алладан 2 есе 3 есе қайтсын сіздерге. Сол үшін ағайындар көмектесіп, подписка жасап, лайк көбірек басып, комментарий жазып, қолдап өтейік. Ағайындар, сіздерге 1000 алғыс, Алла разы болсын, рахмет, баршаңызға Алла разы болсын. Сау саламатта болыңыздар, келесі кездескенше. Бәріңізді сүйем. Қазақстаным, отаным, сіздер үшін бәрін жасаймын қолымнан келгенін. Алла разы болсын баршаңызға. Сіздердің қолдауларыңызбен, сіздердің демеу бергендеріңізбен арқасында күш-қуат болып, қайратты болып, сондай жандарға жәрдем берсем деймін. Сіздердің арқыларыңызда, сіздердің үлестеріңіз, сіздердің жаңағы сауап болып барсын, сіздерге 1000 алғыс тағы. Сол үшін көмектесіп, поддержка беріп отырам деген шын жүректен неғып отқандарға, поддержка бергендеріңізге алдын ала 1000 алғыс, 1000 рахмет. Алла разы болсын сіздерге. Баршаңызға. Қазағым аман, жеріміз тыныш, еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын. Сау саламат болыңыздар.